Ассалаумағалейкум, қайырлы таң баршаңызға. Бүгін біз бастап жатқан жұмысымызға кішкене кешіккен кіріспе жүргізмекшімін. Жалпы біздің курстарды жүргізуіміз қалай жүзеге асады, және қандай артықшылықтары бар басқа конкуренттерден, сол туралы баяндап берейін. Жақсылап тыңдап алыңыздар, мұқият ден қойып. Бізде ең бірінші жүйелі мазмұн болады. Мысалға, кез келген новичок жұмысқа тұрам дегенше, ол қандай да бір жүйелі жолмен жүріп өткені өте жақсы. Әр курстың басын шалғаннан көрі. Сол кезде оның несі жылдам болады. Тәжірибе алу жылдам болады. Өзі қайда баратқаны, қалай жүріп жатқаны анық болады. Және ол жүйені біз динамикалық түрде дамытып отырамыз, толықтырып отырамыз. Егер қандай да бір сабақтарды өтіп жатқан кезде үйренушілерге тым күрделі болып қалған сабақтар болса, оны сіздердің сұрауларыңызбен бірнеше бөлікке бөліп тағы да қосымша толықтырып өтеміз. То есть жүйе ол әрдайым даму үстінде болады. Және курстардың басында сатып алған адам, ол міндетті түрде барлығына да сол бұрынғы бағамен қатысатын болады, артық төлемей. Сосын екіншіден компанияларға сұрау салу. Компанияларға сұрау саламыз. Біз ерінбей сіздер үшін жұмысқа тұруға болады деген мықты компаниялардан сұрау салып, егер де оларға junior керек болатын болса, оған қойылатын талаптары қандай. Әрине біз өзіміз ұсынамыз. Біз мынандай тақырыпта үйретіп жатырмыз. Осында junior керек па деп, иә десе, қандай деңгейде керек және қандай ақшаға олар қабылдауға дайын, қанша уақыт ішінде деген сияқты. Сондай барлық сұрауларын алып, сіздерге әкеп беріп отырамыз. Егер де сіздер мына тақырыптарды мықты үйреніп алсаңыздар, сіздерді мына компания күтіп тұр деген сияқты. Енді компанияның саны көп. HeadHunter'ды да ашпасаңыздар, еңбек кезетті ашсаңыздар, әйтеуір сұраныс көп. Солардың әрқайсысымен хабарласып, екі ортаны дәнекерлеп жалғап отырамыз. Осы біздің жақсы бір артықшылығымыз деп ойлаймын. Өйткені мотивацияларыңыз қатты өсу керек. Ар жағында қай тақырыпты өтсе, қай компания күтіп тұрғанын біліп тұрса, негізі ол жақсы мотивация. Көз алдында соның барлығы анық суреті тұрса. Сосын жалпы курсқа біз әрдайым мықты мамандардан рецензия алып отырамыз. Егер мен фронтенд курс жазып жатырмын ба, демек фронтендте мықты программистерге өтініш қыламын, ана қарап жібер, қандай кемшілігі бар, қандай артықшылығы бар, осы мазмұнмен үйретіп жатқаным дұрыс па, әлде бірдеңе жетпей ме, может бірдеңесі артық шығар, ана босқа мыжып жатқан шығармын, кішкене жылдамдату керек шығар дегендей. Сосын рецензия арқылы сіз кішкене сенімдірек болсаңыз болады. Мына курстарды мұнша программист қолдап жатыр екен, демек бұл не түсіндіріп жатқан мазмұны өзі білет және кеңескен дегендей. Сондай бір сенім сіздерде болу керек. Сосын тақырыпқа сай суппорт дегеніміз енді қолдау көрсету ғой. Тақырыпқа сай қай тақырыпты өтіп жатырмыз, соған орай міндетті түрде сұрақтар туып тұрады ғой. Адам кіріскен кезде курсқа қарап, қатысып, сабақты оқып, үйреніп, соны орындап отқан кезде үйретуші айтпай кеткен бірдеңелерді байқап қаласыздар. Соны егер мысалға YouTube'дан, басқа бір жақтан, тегін жақтан қарасаңыздар, оларда суппорт болмайды ғой. Сол себепті интернет шарлап кетесіздер да. Ол ең бірінші кезекте ол алтын уақыттарыңызды. Егер де тақырыпқа сай суппорт ол сізді күтіп тұрған болса, ол шамамен білет не сұрайын жатқаныңызды, хабары бар, тезірек жауап бере алады. Және сіз қатысып жатсыз курсқа, басқа біреу қатысып жатыр, тағы бірі көп адам бір-біріне жақын сұрақтар қойған кезде бірдей жауап беріп отыру оңайды. Сіз курсқа қатысқан адамдар сұрақ қоймай жатып, уже қараса болады. Мүмкін бұл сұрақ уже қойып қойған шығар осы тақырыпқа қатысты. Айналып келгенде бұл сіздердің алтын уақыттарыңызды үнемдейді. Сосын курсқа қатысты мынандай пікір бар. Оның барлығын ақша құртып қайтемін. Өзім мен тәртіптімін, мен алғырмын, мен еріншек емеспін, мен өз-өзімді жақсы игере аламын. Барлығын мен мазмұнын берсем болды, өзім үйреніп аламын
деген бір қандай да бір қайрат болады ғой бойда. Негізінде ол жақсы нәрсе, ол солай болғаны ол өте жақсы нәрсе. Одан жақсы нәрсе білмеймін. Андай новичоктың бойында қасиет, ол ең мықты қасиет, ол андай ізденімпаздық және дұрыс таба алып, теген материалдардың ішінен өзі қорытып, өзі сіңіріп жатса. Енді бізде әрбір курста кіру тесті болады, шығу тестісі болады. Кіру тестісі ол міндетті. Қазір дисконт тест деп жазып ұмытып кетіппін. Басында, егер ол міндетті тест, басында тест, егер оны тапсыра алмасаңыз, демек сіз бұл курсқа қатысуға дайын емессіз. Сізге көп нәрсе жетпейді. Значит, сізге арнап тағы басқа бір сәл төменірек деңгейдегі тағы да курс түсіру керек. Соған әуелі қатысып алыңыз дегендей. Егер оны түсінбей жатсаңыз, тағы, оны түсінбей жатсаңыз, тағы деп ше. Солай сұранысқа байланысты төмен түсе береміз. Сосын дисконт тест. Дисконт тест деген жаңағы как раз неге байланысты. Мүмкін сіз біздің курсқа келемін дегенше, әр нәрсенің басын шалып, кішкене болсын бір тәжірибе жинақтап қалған шығарсыз. Тәжірибе жинақтап, біздің курсты мазмұнын берген кезде, оның ішіндегі біраз нәрседен хабарыңыз бар шығар. Олай болатын болса, сіз неге толық ақысын төлеуге міндеттісіз? Керісінше, сіз курсқа қаншалықты дайын болып келіп, және соны дәлелдей алсаңыз, сіз мейлінше азырақ төлей бастайсыз, сіздің дисконтыңыз өседі. Сосын соңында тест тапсыру, ол осы курсты өтіп шыққаныңызға сенімді болу үшін. Сосын дисконт тестке қатысты айтып кететін ремаркалар тағы да болады, ақысына байланысты. Мысалға 100% ақы болса, соны қандай да бір пайызынан одан төменірек скидка ала алмайсыз деген сияқты. Мысалға еңбек ақымыз кішігірім қалу керек дегендей. Оны әлде нақты сандар анықтай жатармыз, бірақ осы нәрсені біз жақсылап қолға аламыз. Өйткені новичоктарда сондай екі ойлы болып жүреді. Мына курсты алайын ба, ақшасын тегін көрейін ба деген сияқты. Негізінде қайсы болса да адам өзіне қараған жөн. Егер де одинокий волк одиночка, мен бір өзім қыра берем десеңіз, егер соған ыңғайыңыз келіп тұрса, қолыңыздан шығып жатса, сонда керемет нәтиже келіп жатса, неге солай кете бермеске? Ал егер де жоқ, мен комьюнити керек, көппен бірге жылжығым келеді, біреудің мен үшін дайындап берген бір жүйелі жолымен жүріп өткім келеді десеңіз, сабағына қатысамын десеңіз, ол кезде ол да жақсы шешім. Ыңғайыңызға қарайсыз. Сосын алтыншы нәрсе, біз қазақ тілді комьюнитиді дамытқымыз келеді, бірінші кезекте. Қазақ тілді комьюнити негізінде бар және үлкен, және күші де шүкір былайынша. Жақсы. Білімі де зор. Және де қазақ тілді комьюнитиге көмектесуге де негізі ұмтылып тұрады, шын мәнінде. Біздер енді мен бір тақырыптан ауытып кетпей қойын қатты. Құлдық сана деген сияқты. Бірақ орысша сөйлеп кете береміз да, қай чатқа кірсең де осы программиріне қатысты. Әйтеуір қазақтар орысша сөйлеп сұрақ қойып жатады. Сосын кейбір кезінде байқап қаласың. Мынау қазақша сөйлейтін жігіт қой деп орысшасына қарасай. Жекештен шығып қазақша жауап берсең, ой, бір риза болып жатады да. Сосын қарап отырсаң, сұрасаң да солай. Мықты бір мамандардан кейде сұрақ көресің ғой әуелі. Қазақша сұрақ қоя берсем бола ма деп айтады. Я сен қазақша сұрай бер, мен шамам келгенше, если что-то там орысша айтам деп. Без проблем, давай, қай тілді айтсаң да көмектессең болды деп ше. Бұл нені білдіреді? Бұл қазақ тілінде сұрағысы келетін жастардың бар екенін білдіреді көп. Және жауап беруге де дайын жігіттер бар, шүкір, жоқ емес. Оны бір алыстан іздеп те қажет емес, жақын жерден табыла береді бұйыртса. Қазақ тілді комьюнитидің ішіне мынандай нәрселер кіреді. Ол біздің ішкі сөйлесуіміз бірінші кезекте, және тағы да қонақтарды шақырып отырамыз, қазақ тілді программистерді. Қысқаша мүмкін контесттер болады, кішігірім хакатондар жайлап үлкейе беретін.
жақсы приздер, спонсорлық нелер, қолдау көрсететін адамдар маған жекеге өздері хабарласып жатқан, егер жұмысы мықты жүріп жатса, бірдеңе қажет болса хабарлас дегендей. Как раз солардың спонсорларының сыйлықтарына біздің өз арамызда жарыстар ұйымдастырамыз, олимпиадалар, соның барлығы айналып келгенде осы қазақ тілді комьюнитиді дамытуға бағытталады барлығы. Осыған сіздер қосылатын боласыздар. Әрине бұған біздің курсқа жазылмасаңыз да қосыла аласыздар, бірақ курспен бірге жүріп отырсаңыздар қызығырақ болады. Ана толқынмен бірге дейді ғой, Навальный барлығымыз бірге бір қайықтың буымен дегендей. Сол қазақ тілді комьюнити дегеніміз ол біздің шығармашылық алаңымыз ғой. Біз ол жерде барынша ұйымдастыру қабілетімізді көрсетуге тырысамыз. Әртүрлі мықты компаниялардың нелерін, бастықтарын деп айтайын ба, егелерін әртүрлі неге шақырып, онлайн шай ішу болсын, бетпе-бет кездесу болсын, солардың барлығын ұйымдастырып отырамыз. Негізінде қызығушыларда және қолдау көрсетушілердің де саны көп. Мен өзім бұрын байқамайтынмын, қатты бір ізденбейтінмін, мүмкін сенбейтін де болған шығармын, бірақ мына осы жолы кірісіп бастаған кезде мен жақсылап анализ қылып, сөйтіп тырысып жатырмын, және назар аударып бастағасын ба, осы нәрсені қатты байқап жатырмын. Қазақ тілді комьюнити дегенде негізі бірінші орынға шығарып жіберуге болушы еді, жоғары қарай. Жүйелі түсіндіру үшін 6-шы қылдым. Әйтпесе маңыздылығы жағынан ол менің ойымша ең бірінші нәрсе. Сол қысқаша айтқан кезде жоспарлап отқан жоспарымыз осы енді. Әрине бұл жерде тағы да толықтырулар болуы мүмкін. Оларды барлығын біз публичный оферта дейді ғой, ашық офертаға шығарып, курсқа қатысқан әрбір адам не ұтады, соны бекітіп қоямыз. Ал хабарларыңыз бар болса, публичный офертаның бір заңдық күші бар нәрсе негізінде. Оған қатысты заң баптары бар. Және ол тек қана win-to-win болу үшін жазылады. Барлығымыз ұтуымыз керек. Сіздер де ұтуларыңыз керек. Сіздердің ұтыстарыңыз ол сіздердің жақсы жұмысқа тұрғандарыңыз. Біздің ұтысымыз сіздердің жақсы жұмысқа тұрғандарыңыз. Шынымен де негізінде солай. Сіздердің өскендеріңіз, сіздердің дамығандарыңыз. Мынау ақша деген ол екі ортадағы жай байланыс элементі, мұқтаждық нәрсе деп айтса болады. Мұқтаждық дегенде менің мұқтаждық емес, жалпы мына проекттің дұрыс жүруінің міндеті ол. Тегін келіп, тегін кеткен нәрсенің дәмі татымай қалуы мүмкін, қадірі болмай қалуы мүмкін, оны екінің бірі дұрыс бағалай алмауы мүмкін. Сол себепті егерде шынайы білім алып, осы жолмен жүріп өтіп, жұмысқа тұрам деген ниетіңіз болса, ол ақшамен не қылу керек? Дәлелдену деп айтқан дұрыс бола ма? Ақшамен бекітілу керек, және де ақша жүрген жерде талап та жүреді. Сіз мысалға тегін курсқа қатыссаңыз, мұғалімнен талап ете алмайсыз да, мына сұраққа жауап беріп жүрсің, сабағымды оқып жатыр едім, қалай болады деп. Жете алмай жатырмын, 2 күн болып батып қалдым деген сияқты. Ал ақша төлеген жерде ол тақырыпқа сай суппорт болады, оның да өлшем бірліктері бар арнайы. Қандай сұраққа қанша уақыт ішінде жауап беру керек деген, оны кейін толықтырып жатамыз. Осы нәрсе ең жақсы нәрсе сол. Барлығымыз win-to-win болайық. Сіздер жұмысқа тұрыңыздар, және сол жақсы нәтижелеріңізбен бізді қуантып қойыңыздар. Рахмет барлығыңызға.